Бабадан бізге ай аманат. Келін келді жақындар, маңайды түгел шақыр бар. Бет ашар айтып шырқайтын, ортаға шықсын ай ақындар. Ортаға шықсын ай ақындар. Тартар қыз туып, атаға тартар ай ұл тапқан. Келе ғой келін келе ғой, алтын отауға ене ғой. Алдыңнан шыққан әр жанға еліп сәлем ай бере ғой. Еліп сәлем ай бере ғой. Енеңді сыйла ентелеп, атаң сыйла еркелеп. Ырысың артық болады, таңменен тұрсаң ай ертерек. Болғанмен келін біз үшін, сен асылдардың ізісің. Бүгіннен бастап осы үйдің өзіңде қалқам ай қызасың. Өзіңде қалқам ай қызасың. Ашылып жүрсің қабағың, қалмасын босап табағың. Ақ келін айдай қарағым, болсыншы құтты ай қадамың. Болсыншы құтты ай қадамың.
Avroylu oldu. Bazılarına verin. Aslında resmini oynatma onlar. Давай, давай,
Şu Karacan neyimiz verdi o bugün? Bizim çağlar beni tasdik etti. Kaçta kal? Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Hadi ne kol söze verin kaçacak.
Bunaqa suzmasam bo'lmaydi. Davom etamiz. Al taka. Qonaqlarim qachon kelib ketib turam qo'ydi. Şu artık abla şunu işte. Falan götürün. Assalamu alaikum. Arslan ağa. Bir götür. Bir yere. Başım. Geldi bu. Kendine oturmayadı. Otur. Görüşlerim gel. Git. Bu nasıl olur? Kırayım. Kır nasıl olur? Kırayım. Tamam usta. Kendisi. Berkeldi ağayın, toygan işleriniz kutlu olsun. Rökmen, Aksakıl atalarının hürmetlerine bir әсем әндеріңіз болсын. Қазақтың кереметті әндері.
Oyda menin жүрегімді елжіретпей жаным қандай жайдар еді Ой бәрекелді, толғаныш құтты болсын ғане. Келіп атқан қонақтарымыздың құрметтеріне. Қатыгеспен келерде, жолыңа қарап еліңде қарадым. Жеті қарақшы жұлдызбен кездесім келіп сол қызбен қаладым. Енді қысым шиедей, ашуыма тиедей, жүрек от боп күйедей, өзегімді сүйедей. Енді қысым шиедей, ашуыма тиедей, өзегімді сүйедей, түйме өзі біледей.
şımıldadım. Ah bağırsak şaşılganda kızıl çaylı yüzümdü. Ay bereketli үлкен ақшалықты апаларымыз келіңіздер мына отырғыш бар ма екен мына жерде отыратын кішкене апаларымызға деген bereketli апалар келіңіздер жайласайық жайғасайық. Келін дайын болса келінді ортаға алып шығып беташарды бастайық шағай. Ана ауыл ақсақалдары ертегіндегі шықмай беташарымызды бастайық деп жатыр. Yüzüne bilenday bұрымдының ақ ниетпен аттаған босағасы ағарып тұр әнекей шымылдаған. Ақ ниетпен аттаған босағасы ағарып тұр әнекей шымылдаған. Ақ бауырсақ шашу боп шашылғанда қызыл жайлы жүзіңді жасырғанда қандай ғана сезімде болдың екен. О, бек болады қазір. Енді басылсақ болады. Қандай ғана сезімде болдың екен. Ақ шымылдақ алдыңнан ашылғанда. Ал келін дайын болса келінді ортаға қошемет құрметпен қарсы алайық шағай. Ақ ниетпен аттаған босағасы ағарып тұр әнекей шымылдаған. Ақ ниетпен аттаған босағасы ағарып тұр әнекей шымылдаған. Ақ бауырсақ шашу боп шашылғанда қызыл жайлы жүзіңді жасырғанда қандай ғана сезімде болдың екен. Ақ шымылдық алдыңнан ашылғанда қандай ғана сезімде болдың екен. Ақ шымылдық алдыңнан ашылғанда. Берекелі той төрінде отырған аталар апалар келіңіздер. Мына беташар рәсімін бастайық. Жайнап жүрсең қып-қызыл кілемдейсің, мазатындай құлпырып Күлімдейсің, қарияға сәлем сал, көңілі қалар. Қариялар қашанғы жүрер дейсің, қарияға сәлем сал. Келін дайын ба? Кішкене уласпай, сәл сабыр сақтап, келінді ортаға шығарып беташар рәсімін бастайық шағайын. Сонша халық күтіп отыр енді, халықты күттірмейік. Қарияға сәлем бер, көңілі қалар. Қариялар қашанғы жүрер дейсің, қарияға сәлем бер, көңілі қалар. Қариялар қашанғы жүрер дейсің. Алдыменен өзіңді енең сынар, емендей болсын ба енең шыдар. Жас келінге қаттырақ қарағаны ширатып бір алайын деген шығар. Жас келінге қаттырақ қарағаны ширатып бір алайын деген шығар. Мына кішкентай балдар байрақ тұрады деп. Алдыменен өзіңді енең сынар, емендей болсын ба емен шыдар. Жас келінге қаттырақ қарағаны Келін дайын ба? Күн ысып кетпейді, келініңізді бетін асайық шағай. Дайын болса келінді ортаға алып шығайық.
Mana kishkanday bo'ldi, sal berib turib, ар жағына барып тұрмыз балдар. Қазір бет азар біткеннен кейін ерлан сендерге бір мороженое берем деп бар. Ерлан айтқан тыңдап тұра беріңіз. Ерлан қуанып жүр ғой бүгін. Ал келінді алып шығайық, қол соғайық, қошемет тұрайық. Әлім Жолсарай еліне келін келді ағайын. Yüzüne birinday durumdular Ah niyetten atlagan bozarası Ararıp da belege işim oldular Ah niyetten atlagan bozarası Ararıp da belege işim oldular Ah olsam şaşılanda Kızılcaylı yüzümde şaşıranda Ay rahmet. Mana қол соқпаса Амин апаның келін шықпаймын деп жатқан. Қол соғайық, а? Ал қол соғайық сағайын. Келін келатыр. Kızılcaylı yüzümde жасырғанда Қандай ғана сезімде болдың екен Ақшымылда Ал, рахмет кішкене. Мына жерде что-то бір разбор болып жатыр, бірдеңеден шеше алмайсыздар ма? Мына келінді ортаға алып шығып, ертеңінде кеш қылмай бет ашарымызды бастайық кішкене. Апам келін дайын деп ішке кіріп кетеді де өздерімізді әрең шақырып аламыз. Келді. Енді мына жер кішкене тым-тырыс болып қалды ғой. Камила ортанасайықшы, Камила. Камила ортанасайық. Келін дайын ба? Ал қол соғайық, қошемет тұрайық, келінді қарсалайық ағайын. Жайнап жүрсең көк-көзал күлемдейсің Назатылай құлпырып күлімдейсің Қарияға сәлем бер көңілі қарап Қариялар қашанда жүректейсің Қол соқпаймыз ба? Сәлем бер көңілі қарап Қариялар қашанда жүректейсің Ерланның достары қайда? Менің өзімді енең сынар Емендей боп болсын да емен шығар Жас келінге қаттырақ қараған Рахмет. Енді мына бүгін келіннің таяғын ұстап тұратын қайнысы қайда? Ерболдың баласына ұстайын деп отқан Ерболдың баласы ма? Мана Ербол айтыр, мен балам ұстайын деп отыр, балам дұрыс ақыл деп. Апаңнан байлайсыз ба? Байлайсыз. Ерболдың баласы ма, Ерболдың әйелінің ба? Ерболдың. Тым-тырыс болып қалды, қол соқпаймыз ба кішкене? Қандай Сақина? Алтын деген қайнапасы бар деймін. Кішкене жақын тұр, Ал кім байласа сол ыстық дейді ғой міне. Алтындай жарқырап жүрсін деп екі жағына енесі алтын байлап жатыр. Көре алмайтындар қол соқпайды ғой. Қол соғайық. Енді мына алтын келін елге келді, алтын келін үйге келді деген қадірменді құрметті қонақтар білеміз, екі жағына Амина енесі алтын байлап жатыр ағайындар, қуанғаннан. Міне алтындай жарқырап жүрсін деп жатыр. Абысындарына жеңі жоқ.
Таңғыл шапан жауып жатыр. Bir қошеметтеп, құрметтеп, бір қол соғып қояйық енді. Жақсыбайға қайда? Жақсыбайға келші берма. Рахмет. Жақсыбай чөді бөтен адам құса, мағайық қосып келсін. Әмин апа қайда? Ана жерде тұрыңыздар сен азды екеуіңіз. Ел қалықтыға келген шүберек шалышы болады, жабатыны болады, шашатыны болады. Жақсыбайғам қасында тұрыңызшы. Ал қуаныш құтты болсын ағайын. Той қаласын. Енді мына бүгінгі беташар сәл ерекше болмақшы ағайындар. Бұл беташарды домбырамен емес, эстрадамен ашайын деп тұрмыз. Кішкене бір ерекше болсын деп тұрмыз. Сұраулар бойынша ғой ағайын. Рахмет. Ал енді мына осы тойға жиналған жас үлкен бар, жасым бар, ақыл айтар ата мен ақ ниетті досым бар. Екі елдің арасын құдалықпен қосыңдар, үйлендіріп жастарды келіннің бетін ашыңдар. Осындай бейбіт заманда кешегі ата бабамыз аңсаған талай ғасырлар. Сондықтан да ағайын жамандықтан қашыңдар. Тәрбие беріп жастарға Жақсыбай ағамның тойында теңіздей толып тасыңдар. Аталар бетін ақбата, аналар шашу шашыңдар деп бір қол соғып қоя берді. Бозбала ауыл жастары, бозбала думан бастады. Бұз жауып жастарға шаңырақ құра бастады. Көңілді күймен көтерді, көңілдір партизан аспаны. Келмегендерді тоспады, келгендерді қоштады. Жырсымыз шығы ортаға, жаңа түскен жас келіннің беташарын эстрадамен бастады деп тағы бір болса айтқаны. Айқай шу қайда? Опа! Бастайын, бісміллә сөз басын, дегенде халық данасын. Ассалаумағалейкум, жиылып келген халқым-ай. Сендерге бүгін сөйлеймін, сабырмен тыңда жалбымай. Құлақты салып отырған ақсақалды қарқымай. Тойларың тойға ұласын, ел жинаған ағам-ай. Әрдайым ұлы той болсын, жиылсын мына халқым-ай. Бәсере тұрып байқадым, ең алдымен айтарым. Жас үлкендер бер отыр, жас кішілер әр отыр. Естілмей қалар айқайым, бұда халық көп отыр. Әр қайсы тыңдап, бет ашқан жігіт сұңқылдап. Не айтады екен деп отыр, көпте сөйлеп тұрмайын. Ажулап дау салмайын, келген мына халқыма мынандай тілек жолдайын. Ұлдарың өсіп бай болсын, құлының өсіп тай болсын. Қыздарың өсіп қылықтай жұлдыз болсын, ай болсын. Бәріңе бер ағайын, дәулетке сәулет сай болсын. Жырын айтқан бұл ауыл, сырын айтқан бұл ауыл. Татулықты, достықты, татулықты, достықты қалаушы еді бұл ауыл. Айқай шу жабалап қайда? Ал халқым енді тыңдаңыз, тәтті жырым төгілсін.
халқым ай, бұл да менің жемісім, сендер халқым алып қалың. Сөздің піскен жемісін төгіліп жырым сарқырар. Қызмет етсем халқыма, амандықта кез келдім, ағайын туыс жалпымайын. Ой, бәрекелді алпыр қолсы қошеметке қояқ ағайын. Қуаныш құтты болсын, әлім жол сарай елінде ұланасы үлкен қуаныш, үлкен той ағайын. Ал енді рахмет. Әйел көктен ұшқан жоқ. Әйел көктен ұшқан жоқ. Ол еркектің анасы, еркек аспаннан түскен жоқ. Ол әйелдің баласы, өз сыйлаған бай болар, төрт түлігі сай болар. Дәулетке сәулет сай болса, адамның көңілі жай болар деп бүгінгі беташарда мархум өмірден озған аталарымызды еске алайық. Ана банкомат сәл берірек кім біреу әкеп қоя ала ма? Кім не салып атқан көріп тұрайық? Кім не салып? Сәл берірек Амина апасы өзің қасың оған болмайды ғой? Жақсы ойға санап тұрacak ғой қанша түседі. Айбаргел, қуаныш құтты болсын. Енді мына өмірден озған алқанекей қалайық, азырақ тынышталайық. Осындай ұлы той күні мархумдарды еске алайық. Мархумдарды еске алып, біз тірілерге алайық. Ең әуелі сөз басы, қожалықтың жол басы, жылдар қанша өтсе де ұмытылмас тұлғасы, атаңның да атасы, саялы күжім шақасы, сізде де жасаулаттар, мархум үлкен ата апаларыңыз, Нұржауған атасы, Асан атасы, Нұрмахан атасы, Дүселбай атасы, Аяу атасы, Сансызбай атасы, Зейнулла атасы, Сұлу апасы, Үміт әжесі, Зүлфия апасы, атты үлкен ата апалардың рухына арнайы келіп жүксін. Шәмші апасына қарай. Рухтары шат болсын, жатқан жері жайлы болсын. Ал енді сәлем етерсің. Елдің алыс жақынын, атасы мен енесі, қайнағасы мен жеңгесі, әпкесі мен жездесі, семізі мен арығы, күлі менен жарығы. Бүгінгі тойға кішкене тыныш саламыз ба? Камила шашып атсың ғой сен ана жақта. Кішкене сәл сабырсақты Камила. Бүгінгі тойға жиналған ағайынның барлығын сәлемінен қалдырмай таныстырып өтейін. Қалтама қолды салайын, кашолокты алайын, ішіндегі ақшаны санастырып қарайын. Аты шыққан адамдар аямас жағын ойлайық. Ертең мына видеодан, камерадан көрсетер сол жағында ойлайық. Мені теңге сом болсын, российский пұл болсын, манат болса ішінде бәрінен де мол болсын, доллар болса біреуі солда бізге жетеді, әкелсек осы қордайға 5500-ден өтеді. Бұның бәрі әзіл ғой, әзілімді қояйын. Сәлемінің ең басында ақсақалды аталардан, әулет үлкендерінен бастайын деп бір қол соғайықшы. Ай бәрекел, төрт қырлы ошақ ойдырған, мал семізін сойдырған, алысын ат жолдап, жақынына қат жолдап, келген барлық қонақты күлімдеп тұрып, риза қылып қайтарған. Қайнатаңды мен бүгін әдеменге ойнатам, қайнатаң Жақсыбай атаңа мен бүгін көрімдікке 10 000 теңге байлатам деп, Жақсыбай атты қайнатаңа бір сәлем берші келіншек. Амина апа қарыстырып алды. Қайтып берем ғой дейді. Жақсыбай атаңа! Жақсыбай отшыды, көңілге жоқ қой. Жақсы ма бәрі? Амина апам чімші болмады ма? Жаңадан жақсы күліп тұрбын, сразу настроение түсіп кетті ма? Салдың ба, алдың ба, біз көрмейді қалдық қой. Мұна ергезек үшке дейін тағы бір айтып көрейін сен, ә? Сөнген қола керем, алдыңда нөкең тұрса, осылай тұра берем, шапалақ соғып тұрса, Жақсыбайға ақшаңды сал, түйілген орамалға, соңғы рет қарап жібер, жоқ болса Аминадан сұрап алда. Болмайды сәт, бәрі болмайды деген. Маған нем звондағанда айтқан Жақсыбайға бет ашқан жігітке көрімдік берем, келін үйде қалады деген ғой. Бірдеңе дейін айтады. Әне, жоқ қойды. Ашуланбай кетіңіз, қайтып берем, не болды деген.
Ал отырған енесі ол кісімен мейірімін күн нұрына теңеңіз ол да ертең анаңдай болатынына сенеміз. Енең сенің ерінбес жаман адам көрінбес, сыйласаңыз енеңді өз анаңнан кем емес. Әмин атты қайненеңе арнай кел. Жұп сәлем! Неге жаңа жақсы баяғы жігіт көрсетіп самады? Шыты соныкі аздау болып тұрау деймін. Мен жақсы баяға ергезек 3-ке дейін тағайтам жақсы баяға сізді. Не қыл дейді Бақтияр шақырып атыр? Кеттім деп қояды ғой мен. Ал 1-2-3 қосулы тұр апарат. Бала күннен өлеңде бар махаббат. Келіп тұрған араңа, асап ал балаңа, тағы да бір ұрыңыздар шапалақ. Келіп тұрған араңа, асап ал балаңа, тағы да бір ұрыңыздар шапалақ. Келіндерің болмасыншы ұрысқақ, күйеу бала алда жүрсін туыстап. Бауыр бүтін басаман, осындай той жасаған, той есіне қол соғайық дұрыстап. Айқайшы көңілге қайда? Рахмет. Амин апам бақырып отырға жақсы баяға мана өшіп болып бітті. Той қыласын, жастарың бақытты болсын. Ал енді қадірменді құрметті қонақтар, енді әулеттің үлкендері, ел халықтың алғысы миясар, мерекеге ата жұрты жарасар, балдарының тойын көріп қуанып, қуанышқа ұласар. Айта берсең көпті көрген көздері, ақыл менен насихат айтқан өздері. Әулеттің үлкендері, Орал апамыз бастаған, Жақсылық, Нағашыбай, Тамара, Қожабай, Салтанат, Шолпан, Мейрамбай, Жаңыл, Ахмет, Құралай, Жүсіп, Мақсет, Роза, Нұрлан, Жанар, Балзир атты әулеттің үлкендеріне бір сәлем! Салтанат, сен таныстарыңа шашқанды қойсақ, мияқтарды шашсың, Салтанат? Таныстарыңа шашсың ғой? Назарда шашпайсыз ба? Не дұрысына, рахмет. Керемет не. Шашудан алыңыздар, той жұғысты болсын баршаға. Шашасыз ба? Енесінің ма? Амина енесінің керек де. Олсын. Бұл да таныстарына шашып адыр. Мына жаққа. Шашудан алайық. Рахмет. Яма қатарды отқан Қайрат жаққа біреу шашпады. Қайраттан өткіде береді. Рахмет. Ал енді нағашылар дейді. Нағашыларды жігіттің туып өскен ясы Асқар таудай алдыңда биік болып тұрады дейді. Нағашылары Сәндібай ағамыз бастаған Базаргүл, Күмісафа, Сали, Рабиға, Бейсенбай, Зейнеп, Өтеген, Зиба, Рәушен, Айымжан, Рамазан, Дилан, Дәулет, Қонай, Асия, Жадыра, Нұрлан, Гүлмира, Ербол, Дина, Бауыржан, Насиба, Қасым, Мая, Илья, Илмира, Мұхамбет, Ұлбосын, Талғат, Бағила, Батыр, Ағерке, Саят, Айгерім, Нұрсұлтан, Күмісай, Нұрдәулет, Бағдагүл, Асқат, Қанат, Қайрат, Аңсар, Ақтаудан келген нағашылары Алмаш апа, Үшен ағасы Зулия апа, Амангүл жеңгесі, Әлібек жеңгесі, Гүлсім атты нағашыларға бір сәлем! Ол тойларыңыз алайсың.
Naqaşı degенде көрдіңіздер ма? Қандай шашылып жатыр, ортамыз толып кетті ғой. Апамның пакет дайындаусын маған қойды. Бұлғап пакеттен лақтыра саламын. Ал қуаныш құтты болсын, міне апамыздың жасын берсін, жолын берсін дейміз. Бәрекелді, ал енді кезек құда-құдағиларға дей, сыртымнан айтпай өзім айт. Айтылса кеңес ұнамай, сұлулау шедім сөзімді сұғын тұпқаққан сынадай. Отырсыңдар ма сендерде шиыршық атып шыдамай. Жаңа келді кезегін құда менен құдағай. Жылда маржан құрайын, шалқыптасып тұрайын. Ақ тілекті ендігі құда жаққа бұрайын. Бүтін болып басымыз қуанып кәрі жасымыз. Құда болар мың жылдық деген екен қалқымыз. Баянды болсын құдалар сол бір айтқан салтымыз деп құдағиларымыз. Ал енді мына Ақтаудан келген Клара апа, Сәбит Тамара, Сағит Камшат, Орақ Гүлжахан, Рая, Абай, Нурия, Зүлпия, Назым апа, Күлсім Үрқия, Оразгүл Серік Камила, Сәрсен Бағила, Марат Мәншүк Аман, Жамила, Құрбанбай, Алдаберген, Оразтай, Балжан, Марат Әлия, Лөкіспай Жадыра, Асқар Венера, Бауыржан, Балсұлу, Хамид Света, Иса Рая, Ақкенжи Жарас, Балқия, Азат Убайда, Әлібек Әсем, Нұрмахамбет Жайна, Акуаш, Айнұр атты құдағиларға арнайы келін бір сәлем. Рахмет. Әлібек құдасы еді, главный құда ғой, рахмет. Әлібек главный құда. Негізі салуын салады, бетасарыға бір қайта алып қояды бұл. Ал Әлібек құдаға арнайы келін бір сәлем. 18-25 қайтып келмейді. Мен танитындар маған келіп жатыр, танымайтындар өтіп кетіп жатыр айтып. Бірдеңе болып жатыр. Жақсыбай Амина апа, сен белдік тұрасың ба, белдік? Мына жақтан да көре алмайды, кім не жауап отқанын. Мына кішкентай балдар аласыз ба, кішкентай балдар? Олай шығыңыздаршы. Ай бәрекелді, қамға келін қашан келеді деп жолыңа айдай қараған. Жаным Тамара апа баласына шашты. Келін қашан келеді деп жолыңа айдай қараған. Той қашан екен деп ақшасын күнде санаған. Орамалын үйретіп, шайын ішіп келіннің ақ маңдайын терлеткен нағашы әпкелері Фатима әпкеміз бақыстаған. Бақтияр Камила Бақтыбай деп жазған екен. Бағила Қайрат Алия Амангелді Ақкенже Полат Рақия Асан Тазагүл Қалбай Еркінай Есен Нақия Амангелді Жамила Айжамал жолдасы мен Қонақбай Зухра Філеуғазы Альбина Қуаныш Құралай Чыңғыс Дина Толыбай Мерует Дариғатты нағашы әпкелерге бір сәлем. Қош келдіңіз Полат аға. Қош келдіңіз. Не дейді? Самай қой. Алмай қой дейді. Мына негізі Бақтияр жақсы адам дейтін, Жақсыбай ағам бажасын бар ма? Негізі салмақты адам дейтін, салмақты екен. Ешкімнің алажымын аттамаған дейді, аттамаған. Просто келмей кетіп баратқанда жаным кеп тұрды. Амина апа, Жақсыбайдың қасына тұрсың, осы араласасыңдар ма? Жоқ, сен бері келді, мына жаққа. Мына жақта көрмей жатыр ғой. Сәбит ағам үлкен келіні көрмей жатыр. Не жауап алды, менен сұрайды. Мен қаяқтан айтамын, не жауап атқан, білмесем оны. Таныған тауарымды айтып тұрмын әйтеуір. Бұзау жаланға бірдеңе деп. О, мәссаған. Енді мына орамал тауар керек болып атқандар, шапан тақия керек болып атқандар, Жақсыбай мен Аминаға хабарласыңдар. Кішкене сәл сабыр сақтайық сәне. Ал тату болып бұрыннан бөлелердің мұрасы жасырынып қалып жүрмендер шығады деп шығасы. Ерланның бөлелері Саламат, Раушан, Мейранбек, Бақыт, Ербол, Үмітай, жаным Ербол жақсы көрем ғой мен. Нұрбол, Жандос, Айнұр, Дәурен, Жадыра, Ернұр, Жансия, Сара,
Ақбота, Мери, Мейіржан, Хадиша, Жанарыс, Жомарт, Есбол, Арман, Нұрсұлу, Раяна, Наурыз, Нұрайна, Хабиза, Абдуғаппар, Мұхамбет, Мұстафа, Жания, Асин, Ақылбек, Айда, Сұлтан, Айдана, Абдымалик атты бөлелерге бір сәлем. Шашудар бұл. Ана жақта келінен қабарап атқан адамдар бар ма? Ана үшеу бір шетте қалып қойды. Қалжыда иілдеген кезде иіліп атсаңыздар болды. Ал енді сәл сабыр сақтайық. Радамға бармай қиналмай тапқан ол қызды Жақсыбай ағамыз бен Амина апамыздың өкіл бала қыздары Әділ Гүлиге арнай келдім. Бір сәлем. Ай, бәрекелді. Жоқ па не, Әділ жоқ па не? Кәмел сақтар жақсы қырым ба не? Мына кішкене бұлайрақ тұрыңыздаршы, бұлайрақ. Кішкене бұлайрақ тұрыңыздаршы. Ал енді Жақсы атаның енді оны үйленіп жатқан балдардың Қасымжан Мая ма? Родонға бармай-ақ қиналмай тапқан ол қызды өкіл папа мамасы Қасымжан Мая арнай келін. Бір сәлем. Анау енді папасы мен мамасының өкіл қыз енді бұл. Шашуын алыңыздар. Osman ağa tegmedi, rahmet. Osman ağa tegmedi. Ha? Qasımcan, men jağa görmek şartına songa gidip qo'ydim. Azali ben Qasım'da özü so'ng deb. Ha, to'ylarında qaysin? Kutib bo'lgan kutimi nomeri 1 master telefon. Qaynog'angiz Bekpo'lat, og'usingiz Nurilaga bir salom. Bekpo'lat qayda? Ana Nurila Hayne'nin işlerine çıktı diyeyim de. Nurila ağzına tağ bir selam versin. Ay bereketli. Енді туған нағыз қайнаған Бекболатқа арнай келін тағы да жүз сәлем берейін. Қапасықса не істейін түсінбейді ғой. Айтып алдырмайды. Мен сен телефон жөндейсің де сен мен телефонның экранысың. Вот істеп берем деп жатыр. Ана көп халықтың көзін жеп айдесін албасам ба деді жасатып аламын ғой. Бәрекелді ал енді олай болса міне Қамқатордың жағасы, Мұсауылдың ағасы дейді. Қамқорлықты көздеген қайырым көкбай жездеден арнақ сыйлап әкелер ардақтырақ өзгеден дейді. Нұрлан Әсел атты әпке жездеңе арнай келін бір сәлем. Нұрлан! Сордайдың главрасы! Қайынжықтыз, рахмет. Сөйлемелі ме? Қайынжықтыз, сөйлемелі ме? Қайынжықтыз, баса бердің шалбар түсті деп. Ана жаққа қанап қойған екен бұл сен, қайта титан жақ бағанға қуанбайсың ба? Ай, бәрекелді, қуаныш құтты болсын. Ал енді мына жерде осы ауылдың ұлдары жұртқа жағалтылғаны жеңшемізді көрсетіп, қайын сіңілдерің бәрі тұр бәрі деп, Жасмин, Қымбат, Бекзат, Нұрзат, Ерасыл, Нұрғазы, Темірлан, Нұржан, Мерс ба? Да, Мерас, Алинұр, Айжан, Гүлжан атты қайын бикештерге бір сәлем. Ал енді мына жекжаттары Су
Суфер жекжаттар деп мына жерде жазылған екен. Мен көрейінші. Мына жақта жекжаттар айту керек пе? Аха. Құмар жекжатына арнайы келіп сәлем. Беташарда постоянно ерекше бір өзін айтам ғой мен. Ал Қамқатонның жағасы осы ауылдың бағасы ізі басы жалғасар. Енді мына ата енеңіздің құрбы құрдастары. Дұрыс па? Не дейді? Шағырам ғой, айтсам. Баған айтпадым, бәлі қойым. Ал енді құмар жекжатына арнайы келін бір сәлем. Енді екі рет ат шыққандар екі білек салып құмар өзің білесің қалған жағы. Сәл бәрі тұрамыз. Сәл бәрі тұрамыз. Енді мына жерде ата енесінің құрдастары Өтеген, Дәмегүл, Сабырбай, Гүлсара, Жолмырза, Дәмеш, Абай, Гүлнара, Жаңабай, Кенжегүл, Сүйінбай, Күлпан, Шолпан, Сұлтан, Тоқта, Өмірбай, Тазагүл, Мырзабай, Баян, Амангелді, Жамила, Марат, Алия, Камил, Тоқта, Зибаш атты құрдастарына бір сәлем. Ата енесінің достары қайда? Өнердің көп қойсаңы қызықтың алды бәрі қарап тұрсын тағы достарым өнер саңы аман болсын бәрі жүрегім менің молодой достарым менің золотой балаларым бар дорогой ақшаға ғажап той жүрегім менің молодой достарым менің золотой құрдастарының шашуы шашудан алынады. Дәмегүл апамыздың шаманы жақсы баяған. Аминаға бермесем де жақсы баяға берем деп атпайын ғой. Ал құрдастарына арнайы келін тағы да бір сәлем. Мына кішкентай ауылда ортадан басар. Енді бір кешірген көршілер қызыңа қосылар, тарықсаң жәрдем беретіні ең жақыны осылар. Білдірмейді жоғыңды, ашыңменен тоғың деп көршілері. Сүннет Қаршыға, Рамазан, Дилян, Бақаш, Назым, Бектеміз, Несебелі, Жәнібек, Айнұр, коммерсант па? Жәнібек Айнұр деген мәссара. Бауыржан, Альпия, Бақыт Апа, Айтгүл, Айгүл, Мырзағали, Гүлбаршын, Гүлбарша Апа, Мақсет, Нағима, Оразтай, Балжан. Атты көршілерге бір сәлем. Қош келдіңіз. Мұратбай Жернеш құрдастарына арнайы келін бір сәлем. Ал енді Ерланның достары ақылдасып филосар тайғылындай тебісіп өзара кейде келісіп мына Біржан Қанағат құрдасың құлпырған гүлдің бағындай Ақылбек ерсің құрдасың мылтықтың атқан оғындай Айдос Димаш құрсатын көрсетер жастық шағыңдай деп құрдастарыңа арнайы келін бір сәлем. Достары қайда? Ерекеңнің достары. Ал енді видеоға түсіргендерге, нан жауып тәтті қып пісіргендерге, мен танымайма кім деп тұрғандарға, ана қазан басына барып Бақтияр құсап қайта-қайта палау жеп тұрғандарға, тойда тоныңды бер дегендерге, қуанышыңды бөлісуге келгендерге, шұрып қазырақ жетпей жүргендерге, дыпы керек деп айналыстап кетпей жүргендерге, бүгін ертең қыз алып қашатындарға, үлкен тойдан бейженім жоқ деп гүләңкеден қашқандарға, бет ашаруға, күй шаюға, пұл құймағандарға, бала менен бала болғандарға, түнімен сәбіз турап ұйқылары шалы болғандарға, ансамбльде өлең айтқандарға, бір майданнан соң аяқтарын тай-тай басып айтатындарға бір сәлем. Бәріңе де балтана, келін жанау
шаршама, иіліп сәлем бере қой. Осы отырған баршаға, бәрі сенің туысың, бәрі сенің ырысың деп, осы баршаға арнай келін жұп сәлем. Ерлан қайда? Ал 2026 шілденің 7-сі Беташар той бастадың. Келіп отыр тойыңа ағайын туған достарың. Бүгіннен бастап әкіттесіп, ЗАГСке барып ЗАГСтесіп, Ерлан болды жұбайың. Жұбайыңа сәлем берсең, орындалады алдыңдағы жоспарың. Жұбайыңменен бірігіп, аналыққа бел буғайсың. Айың күнің жеткен соң, қошқардай ұл туғайсың. Мен де бұны естіп, Жақсыбай мен Аминадан ақты құтты болсын деп сүйінші сұрап тұрғаймын. Осыларға аумин деп, өз мұқабатың Ерланға 5 иіліп сәлемет, сәлеміңді әлемет. Мен түсінгенімді айтып кетейін. Алтын сандыққа арнай келін бір сәлем. Күміс сандыққа арнай келін бір сәлем. Рахмет. Енді бриллиант сандыққа тағы да келін бір сәлем. Мына қоныс құтты болсын ағайын, той қыласын деп енді жаңа өз күйеуіңізге 5 иіліп сәлем еттіңіздер ғой. Мына аусындардан көздері алып кетіп күн ыстық қой. Кішкене сәл сабыр сақтасаңдар. Алатаудан ат жолдап, Алматыдан хат жолдап, Нағима құрдасын айтайық саған сөзді аңдап. Нағимаға арнай келін бір сәлем. Ал енді Ерланға тағы да бір сәлем. Ерлан бар ма өзі? Енді мен танығанымды айттым, маған өкпелеңші болмасыншы. Танығанын бәрін айттым. Ал енді қуаныш құтты болсын. Мереке қуанышың құтты болсын. Жаным ол жыртия беретін болсын. Үйленген қалай, үйленген жақсы ма? Тұра бересің осылай, мен де даканзып тұра беремін. Ал Ерланға бір сәлем. Сәлем салғандан кейін не істеу керек екен? Сәлеміне бір нәрсе беру керек. Не автосын беретін? Сәлем болды, неге беру керек? Молдалардың қасында көрмейсің ғой. Ал енді кішкене сәл сабыр сақтасақ. Енді мына келіннің бетін кімдер қап қалған дейді? Апа ренжімеңіз, өмір жасыңыз ұзақ болады апа қалып қалсаңыз. Жазып беріңдерші енді. Жибадин ағамыз бен Нағима анамызға Алданазар, Беташардың бәрі Беташа деген ғой. Алданазар орын айта бір сосын. Орынгүл. Сосын Камиляға тағы арнай келіп бір сәлем. Енді мен списокке жазылғанын бәрін айттым, маған рейс болып жүрмесін. Мен танымағаннан білмегеннен кімді айтам. Жазылғанын бәрін айтып мына жерде. Енді келіннің бетін кім ашса сол ыстық дейді. Амина апа кім ашады? Өзіңіз ба? Өз егесі ма? Мына домбыраны алып жіберші. Айқын өткенен біз қалап бересіз. Ал енді өз енесі келін бетін аша ма? Келіңіз. Амин апа. Келін бет ашады, оны Амин апа. Сәлем еттіреміз ашып оны. Ана оң жағынан келіңіз, оң жағынан. Апам шешті ма мұна? Апамыз ашама бетін, сіз ашасыз кім ашады? Аша бересіз. Мына домбырамен Амина, домбырамен бетін ашыңыз, байқа. Рахмет. Байқаңыз, бетінен сүймен бет тап болады, аузынан сүймен өсекшіл болады. Маңдайына сүйт, таңдайына бір тұқыл деп қош. Келін келді, қуантады атана күндер. Ай бәрекет, рахмет. Енді мына жерде кішкене сәл сабыр сақтайық па? Не болып кетті мына жерде?
Амина апа өзіңіз мына қолын ұстап тұрған екі абысынына мына ыстықта оңай емес су ішпей 1 сағат тұру деген. Екеуіне мына 2000-2000-нан берейін, ә? Мына алыңыздар, 2000 теңге сізге, мынау сізге. Ал енді қолтығыңнан сенің тынбастан бірге иілген екі абысыныңа арнайы келін бір сәлем. Абысындар, сәлем салғаннан кейін не істеу керек? Бұл 15 минут бақыт қой. Ал енді мына құрметті қонақтар бата беретін Сәбит Адай ағамыз, Сәбит құдамыз, Нұрулла, Ерғали, Сәндібай нағашы аталары келінге деген бір батаңызды беріңіз. Ерлан келген келіннің қасына. Ерлан, жаным ау, әлі балалығын ойнап кете береді ғой деймін. Ереке келсе, кейін ойнайсың ғой достарыңмен. Кеш. Ала келіннің қасына барып тұр, бет асылды. Енді кішкене былай тұрамыз, ортада жастар тұрсын. Ана үлкендеріміз келіңіздер, бір аумин деп бата берейік. Келіңіздер, аталар. Қош келдіңіздер. Кішкене тынышталайық. Алданазар аға келіңіз ғане. Ал аумин деп мына жақтан батамызды берейік, аумин аға. Assalamualaikum Tavşan. Ya Kudayım Allah'ın yollarına baskasın, beş şamanlık olmasın. Naimana tükür, otoğlarının bosağası bir tövbe şakası bunu var. Kudayım özlüğünün özlüğünde atayla yer halka meyirman olur. Жақсыбай, Әмина, мына келіндер құтты болсын, бақытты болсын, өмір жастары ұзақ болсын, түбір бір шақасы мың болсын. Сонымен бірге бәріңіздің де үйлеріңізде қуаныш той болсын. Алхамдулилlah, берекетін берсін, құлпалламын қуатын берсін, кең пейіл кетпес дәулет берсін. Бақ қарағай, қыдырдарғай, қысыралғай, еліміз аман халқымыз тыныш болғай. Балдар бақытты болғай. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kudagay, Okyan'ın ardından ormanlar bugün ne balдар осы бөліп отыр. Өтірген шаңырақтар бек болсын. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам менен Хадиша анамыздың махаббаттары бек болғай. Елге, Қазақстанға бір белгілі үлкен семья болғай. Бүгінгі келіп тілекші болып отқан халықтың ағай туысқан бауырлардың бәрінің тілектері қабыл болғай. Әр семьяда, әр үйде осындай тойлар көп болғай. Жасылы тойларың құтты болсын, балдар бақытты болсын. Мен бір бата берейін, құттың болсын мерейін. Жарқырап жүрсін қабағың, қаймен күнің ұрғандай. Аман болсын басыңыз, жүзге жеттің жасыңыз, мәңгі болсын жүріңіз, тойларың тойғылас емес. Жастар бақыт болсын, той болсын. Алхамның берекетін берсін, тойларың қуатын берсін. Екі жас бақыт болсын. Ал үлкен аталарымыздың батасы қабыл болсын деп бет ашқан өзім бір бата берейін, қолыңыз жайық жастар. Ереке қолын жайса ереке, жаным ау, күле беремін оқасың ғой. Қолыңды жай жамағат, Алладан болсын шапағат, Мадинияда Мұхаммед, Түркістанда Қожа Ахмет, Маңғыстау Бегет, Ақтөбеде Қосөзет, Самдағы асау барағым, қайраған жауға жарағым, ықыласпен бата сұрасаң, қолыңды жай қарағым, қол жай бата берейін, үстем болсын мерейін, ықыласпен тыңдасаңдар, ақ тілекті берейін, бастарыңа бақ берсін, не берсе де нақ берсін, тауда жүрген қыдырдар үйлеріңе әкесін, қарындарың тоқ болсын, қайғыларың жоқ болсын, шөбереген үйіңде балаларың
болсын. Өрденді болыңдар, өмірлі болыңдар. Өмір бақи осындай көңілді болыңдар. Аталарымыздың берген батасы қабыл болсын, аумин деп. Рахмет аталар, берген баталар қабыл болсын. Ал енді, рахмет. Бақтияр маған шапан жапты, енді күн салқын түседі енді. Точный салқын түседі. Ереке, енді мына жерде бір миллионда шапалақ ұрып жіберейік жастардың құрметіне. Миллион қол қайда, қаттырақ алақан соқсаңдар болмай ма? Әлім елінде қуаныш ағайын, осылай қол соқса болмай ма? Миллион қол қайда, қаттырақ алақан соқсаңдар болмай ма? Жақсыбай мен Аминаны қуанышы ағайын, осылай әнімді арнасам болмай ма? Миллион қол қайда, қаттырақ алақан ұрсаңдар болмай ма? Ерлан мен Жадыраның қуанышы ағайын, осылай бет аштым болмай ма? Ал енді Жақсыбайға ағай томама жырымды айттым, құдағыға сырымды айттым. Ал енді мына списке жазылған бәрін айттым мә. Енді мына келіннің көрінді келінге береміз ағай. Қашша бұлдай бұлай. Мына бісміллә деп буын қолыңызбен келін ұстаңыз. Атаға бересің ма, енеге ма? Кімге? Атасы ұстап көрсейші енді. Кел атасы, кел. Атасы, кел. Атама деді ғой міне. Қандай Ибалы келін атама деп жатыр ғой. Ай бақта. Ал енді атасы берген. Разор не ақта. Атасы ендісе кімге бересің? Жоқ, атасы кімге бересің? Айтса шаңында. Енесінің аты кім? Енесінің аты кім? Мейдағыма берсейші. Сол кеше Славнийда бет ашқанмын ғой мен. Оң жақ жамбасыма сыздауып шыққан ғой. Бет ашқан кезде жейді. Енесі оны оң қалтама бірдеңе салған еді. Құдайдың көзірет сыздауып жоқ болып кетті ғой. Ал қуаныш құтты болсын. Бәрекелді, енді келінді ішке. Қалғандарымыз мың бір алған биге дейміз. Енді үлкен астарымызды дайын деп жатыр ағайындар. Қуаныш құтты болсын жастар, бақытты болсын. Şahırıptı almadılar. Belirsiz dostlarımdı almadılar. Şırdosum en salamız, belirten kar salamız almadılar. Şırdosum en salamız, belirten kar salamız almadılar.
Qancha? 516 Hyundai mashinasini olib tasdim deb atadi. Krediti bor deyman. 230 Karina deydi. Mashinasini olib deb atadi. Kreditleri var ekan. Kuşu boyla, seni boyla, istedim aynalla. Ben barayım, mekin jayım, hayavul men kaygalla. Kalıp gitti, kara uğrar, kay jegit ben kayballa. Kuşu boyla, seni boyla, istedim aynalla. Ben barayım, mekin jayım, hayavul men kaygalla. Alıp gitti, kara uğrar, kay jegit ben kayballa. Bala makaban, bala makaban, bala günüm gülçege. Kalar, isteyip sürdüm ben seni. Agar kalar, uyup başı sendene. Bala makaban, bala günüm gülçege. Kalar, isteyip sürdüm ben seni. Agar kalar, uyup başı sendene. Şilbiregen, akbakman tek şaşında. Zoramalım, oramalım, ağıldım ortasında. Gülekensin, sürekensin, kayşa gittin kasında. Böldüregen, şilbiregen, akbakman tek şaşında. Zoramalım, oramalım, ağıldım ortasında. Gülekensin, sürekensin, kayşa gittin kasında. Bala makaban, bala günüm gülçege. Kalar, isteyip sürdüm ben seni. Agar, uyup başı sendene. Bala makaban, bala günüm gülçege. Kalar, isteyip sürdüm ben seni. Agar, uyup başı sendene. İsteyip sürdüm ben seni. Agar kalar, uyup başı sendene. Bala makaban, bala günüm gülçege. Kalar, isteyip sürdüm ben seni. Agar kalar, uyup başı sendene.
шақырсаң құстай ұшып барам сүйдім сені тыңдарым ей жаным деп тыңдарам күнде саған барам сенен хабар жоқ қой салам әнге салам мені сен шақырсаң құстай ұшып барам сүйдім сені тыңдарым ауылыңа күнде барып қайтамын көздеріңнен махаббатты байқадым күнде саған тәтті әндер айтамын ауылыңа күнде барып қайтамын көздеріңнен махаббатты байқадым күнде саған тәтті әндер айтамын